Қайырлы кеш өнер әлеміне, оның ішінде музыка әлеміне ғашық жандар. Добрый вечер, дорогие любители классической музыки. 7 нота 7 миллиард адам үні. 7 саны қазақ халқы үшін әуелден киелі саналады. Дегенмен де бүгін сіздер жер планетасының дыбысына айналған әлем музыкасының құдіретті күшін сезінуге қош келдіңіздер. Батыс Қазақстан облысының камералық оркестріне бүгін бақандай 10 жыл толып отыр. Өнер еш уақытта мекен мен мезгілге, өңір мен дәстүрге, ұлт пен ұлысқа бөлінбес анық. Алайда өнер арқылы әр ұлттың мәдениеті мен дәстүрін танып, халқының жан айқайын ұғып, тамыры терең тарихын тануға болады. Конечно же, это художественные коллективы, рассказывающие историю каждого народа. Чтобы познакомиться с историей становления регионального камерного оркестра, который занимает особое место в истории западного региона, предлагаем вашему вниманию документальный фильм, снятый специально для ознакомления с его достижениями. Батыс Қазақстан облысы әкімдігі мәдениет басқармасының Батыс Қазақстан облыстық камералық оркестрі алғашында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, скрипкашы Марат Бейсенғалиевтің бастамасымен 2004 жылы Марат Бейсенғалиев атындағы филармониялық оркестр ретінде құрылған. 2011 жылы облыс әкімдігінің қолдауымен оркестр құрамына жергілікті музыканттар қабылданып, Батыс Қазақстан облысының камералық оркестрі атауымен жаңартылады. Оркестр құрылғалы 10 жыл ішінде мемлекетімізден бөлек халықаралық деңгейде өнер көрсетіп, әлем музыкасымен қатар ұлттық музыкамызды республикаға таныстырды. 2012 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін оркестрге Асхат Хасанов жетекшілік етіп, оркестрдің репертуарын ұлғайтып, аталған ұжымға көптеген жаңа идея келді. Сан түрлі қазақ күйлері мен халық әндерін нотаға түсіріп, оркестр құрамына домбыра, қобыз аспаптарын қосты. Сонымен қатар оркестр кахон, гитара, бас гитара аспаптарының синтезін құрады. Оның үні сан түрлі бояуға толды. 2013-14 жылдары оркестр Татарстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері, әйгілі маэстро, КСРО халық әртісі Арнольд Кацтың шәкірті Рашид Скуратовпен жұмыс істеді. Сонымен қатар Михаил Переплеснин, Украина, Уинстон Дан Фогель, Америка, Али Ермекбаев сынды танымал дирижерлармен де шығармашылық байланыс орнатты. 2016 жылы Алматы қаласының 1000 жылдығы мен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясындағы Әуен Фест республикалық камералық оркестрлер фестивалінде лауреат атағын иеленді. 2018 жылы қазақтың белгілі дирижері, Қазақстанның халық әртісі Төлепберген Әбдірашевтің 70 жылдығына арналған республикалық камералық оркестрлер фестивалінде дипломант атағын алды. 2020 жылы халықаралық шығармашылық онлайн конкурста шекті аспаптар оркестрі номинациясы бойынша гран-приді жеңіп алды. 2020 жылы Мәскеу қаласында өткен Goodwin Art 3-ші халықаралық онлайн конкурста шекті аспаптар номинациясы бойынша дипломант атағына ие болды. Ұжым 2021 жылы Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясы, Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігінің Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік филармониясы және Құрманғазы атындағы ұлттық халық аспаптар оркестрлерімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Бұл құжат аясында тараптар мәдени маңызды іс-шараларды дайындау және іске асыру кезінде өзара көмек көрсетуге, орындаушылар мен шығармашылық ұжымдар өзара тәжірибе алмасуға, сондай-ақ музыкалық алаңда ұсыну бойынша бір-біріне қолдау көрсететін болады. Камералық оркестрмен бірге шығармашылық тандемда жұмыс істеген солистер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының солисі меццо-сопрано Дина Хамзина, Италияның белгілі флейташысы Луиза Селло, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Астана опера театрының скрипкашысы, оркестр концертмейстері Бағдат Абилханов, Қазақстан Республикасы үкіметінің дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің концертмейстері, дәулескер күйші Батыржан Мықтыбаев, Қызылорда облыстық филармониясының солисі, мәдениет саласының үздігі Анара Жаңбырбаева, Астана
Астана опера театрының солисі, баритон дауыс иесі Ержан Саипов, Қызылорда облыстық филармониясының солисі Жамиля Кадирова, Астана опера театрының солисі Сапрана, құрмет орденінің иегері Айзада Капонова және көптеген жергілікті өнерпаз Жаңылсын Хасанова, Айбар Хайырханов, Ақсұлу Жұмалиева, Эльмира Усаева, Ақылбек Бектасов, Валерий Пузаткин, Елена Шутарева, тағы басқалары. 2021 жылы қыркүйек айында Қазақстанда тұңғыш рет режиссер Гаухар Адаймен бірге суретті перформанс видео арт стилінде бейнебаян түсіріліп, әлеуметтік желі арқылы республикаға таратылды. Жалпы Батыс Қазақстан облыстық камералық оркестрі сонау барокко дәуірінен бастап 21 ғасырға дейінгі түрлі музыкалық жанрды қамтиды. Біздің оркестр репертуарында түрлі жастағы тыңдармандарға арналған шығармалар бар. Соның ішінде мектеп жасындағы оқушыларға қазақтың ұлттық аспабы домбыраның камералық оркестрдің сүйемелдеуімен орындайтын күйлері, заманауи үлгідегі және жеке вокалистердің орындауындағы шығармалар бар. Өз алдына дара ұжым болып қалыптасып, Қазақстанның камератасынан кейінгі Ақжайық өңірінде алғаш қадам жасаған оркестр, республикада мекеме ғимараты және талапқа сай жабдықталған материалдық техникалық базасы бар жалғыз мекеме. Акустикаға сәйкестендіріліп, арнайы жабдықталған камералық залы, материалдық техникалық қоры, өте жоғары сапалы дыбысты музыкалық шеберлік құралдары бар. Оркестрдің дыбыс жазу студиясындағы әлемдік стандартқа сай жабдықталған музыкалық құралдармен вокалистер, аспапта орындаушылар және музыкалық ұжымдар дыбыс жаздырып жүр. Бүгінде студия толық форматты қызмет түрлерін ұсынады. Фонограмма құрастыру, минусовка, жазбаларды аналогты құрылғылардан көшіру және тағы да басқа. Дыбыс шығару сапасын жақсарту мақсатында органикалық әйнектен жасалған қажетсіз дыбыстарға қарсы тұратын тақтамен жасақталған. Оркестрда шеберлік сағатымен шағын концерттер өткізу үшін концерттік сахна орнатылған. Ұжымның құрамында Қазақстан мен Ресейдің белгілі музыкалық жоғары оқу орындарының түлектері, жас музыканттар, Италияның Пезаро қаласындағы опера студиясында дәріс алған вокалистер және негізінен өңірдің белгілі әншілері жұмыс жасайды. Бәрекелді, ендеше өнер ұжымының мерейлі мерекесіне орай құттықтау сөз Батыс Қазақстан облысының әкімінің орынбасары Нарымбетов Бақытжан Хаберұлына беріледі. Құрметті қонақтар, құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй немесе әнінде естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар деген данышпан Абайдың нақылы әлі шейін өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Естісі бар әуеннің ерекше бір түрі бұл әрине классикалық музыка дегеніміз бұл өзінің тыңдарманын және мәнін жоғалтпаған өнердің бірден бір өнердің саласы. Сондықтан да бүгін заманның заңғар композиторларының әуендерін сіздер осы керемет біздің кеше ғана ашылған Атамекен өнер ордасында тыңдап бір рухани азыққа тоясыздар деген сенімдемін. Бүгін міне Атамекен өнер ордасы өзінің алғашқы концерттерінің бірін беріп отыр. Соның ішінде біздің өнеріміздің, Ақжайық елінің мақтанышы, мәдениеттің мақтанышы камералық оркестрдің мерейтойында бас қосып отырмыз. Осы камералық оркестрдегі жылдар бойы үн қосып келе жатқан, біздің руханиятымызға ерекше өзінің үнін қосып келе жатқан барша біздің музыка саласының өкілдеріне, дирижеріне, барша әртістеріне зор алғысымызды білдіреміз. Сондықтан да бүгінгі концертімізге келген Ақжайық өңірінің тұрғындарына баршаңызға керемет демалыс сыйлаймын, рухани демалыс сыйлаймын. Сонымен қатар бүгінгі біздің шарамызды қолдауға келген Ақжайық өңірінің қонақтары, өнердің өкілдері, міне сіздерге зор алғысымызды білдіреміз. Соларды сіздердің алдарыңызда марапаттауға рұқсат етіңіздер. Ендеше сахнаға Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының солисі Хамзина Дина Мерекеқызын ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз.
Сахнаға Қызылорда облысының филармонияның солисі, мемлекеттік сыйлықтың үздігі Жаңбырбаева Анара Асанқызын шақырамыз. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Ақтоты Рахметоллақызы Райымқұлының атынан құттықтау хат біздің облыстық камерлық оркестрлар ұжымына табыстауға рұқсат етіңіздер. Батыс Қазақстан облыстық камералық оркестрінің бас дирижері Асхат Хасанов. Қымбатты көрермен, кеш қонақтары. Сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойымен құттықтай отырып, айтулы мерекемен тұспа-тұс келіп отырған оркестрге 10 жыл атты мерекелік концерттің себепкерлерін сахна төріне шақыруға сіздердің рұқсаттарыңызбен қошеметтеріңіз. Антонио Вивальди. Симфония соль мажор.
Батыс Қазақстан облысы әкімі Есқалиев Ғали Нәжмеденұлы мырзаның атынан ықылас гүлі.